Қайырлы күн кітап сүйер қауым. 100 кітап ұлттық сауалнама жобасында еліміздің мәдени және әдеби мұрасын насихаттап, оқырмандардың әдебиетке қызығушылығын арттыруға бағытталған маңызды бастама. Қазақстан әдебиетіндегі таңдаулы 100 кітапты бірге анықтайық. Сәлематсыз ба? Сіз таңдаулы 100 кітап ұлттық сауалнама жобасы туралы естуіңіз бар ма? Сәлеметсіз бе? Естуім бар. Сіз өзіңіз оққан үздік қандай 10 кітапты ұсынар едіңіз? Үздік 10 кітап осы орайда өзім оқып отырған Сайын Мұратбековтың Жабайы алма кітабын, Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа кітабын және Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя кітабын ұсынар едім. Сіз таңдаулы 100 кітап ұлттық сауалнамасы жобасы туралы естуіңіз бар ма? Естуім бар. Өзіңіз оқыған үздік кітаптарды атап бере аласыз ба бізге? Әрине. Оның бірі Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер кітабы, одан бөлек Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасы, әрі Дулат Исабековтың Тіршілік оқиғасы керемет кітаптар. Сәлематсыз ба? Сіз бізге өзіңіз оқыған таңдаулы шығармаларыңызды айтып бере аласыз ба? Саламатсыздар ма? Мен оқып жүрген шығармам Ақберен Елгезектің Бұл маған балалық шақ деген өте күшті, жаңа балалық шақтың кішігірім қызықтарын айтқан. Одан кейін қазіргі таңда оқып бастап жатқан Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдары оқуға кеңес беремін. Одан кейін мен қазіргі таңда оқып жатқан кітаптарым бірі Міржақып Дулатовтың Оян қазақ деген кітабын оқысаңдар болады. Сіздер де осы жобаға өз үлестеріңізді қосып, QR-код арқылы өтіп, таңдаулы 100 кітапты бірге анықтайық. Құрылтай мүшелерінің бастамасымен жарияланған 100 кітап ұлттық сауалнамасына қалай қатысуға болады? Екоф мобайл қосымшасын жүктеп, порталға кіріңіз. Басты бетте таңдаулы 100 кітапты бірге анықтайық деген батырмаға басып, кітап ұсыну бетіне өтесіз. Кітап ұсыну бетінде өзіңізге ұнайтын 10 үздік шығарманы енгізіп, дайын батырмасын басыңыз. Немесе көрсетілген QR-код арқылы кітап ұсыну бетіне бірден түсуге болады. Сауалнама 2025 жылғы 23 шілдеге дейін жалғасады. Нәтижесі 10 тамыз Абай күнінде жарияланады. Отандық әдебиеттің үздік 100 шығармасын бірге анықтайық.